Сәлем достар, сіздермен Жұлдыз. Бүгін түскі асқа өте дәмді тағам жасадым. Сіздермен де бөлісейін деп шештім. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қызып тұрған майға тауық етін салып алып қуырамыз. Осылай қызартып қуырып болған соң үстіне пиязымызды саламыз. Бұны да жақсылап қызартып қуырып аламыз. Сәбізімізді және де қызыл бұрышымызды салып, араластырып 1-2 минуттай қуырып шығамыз. Сосын картопымызды саламыз. Картопымызды жақсылап қуырып аламыз және де біраз қасықтай томат салып жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш, паприка сеуіп шығамыз. Барлығын жақсылап араластырып, қуырып, үстіне 1,5 стакандай су құйып шығамыз. Бетін жауып қайнатамыз. Барлығы толық піскенше қайнауы қажет. Жай отты қайнатамыз. Барлығы піскен соң 2 ас қасық ұн саламыз. Електен өтілген ұнымызды салып, жай отта қайнатамыз 15 минуттай. Осымен тағамымыз дайын болады, өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.